Шынайы ізгілік һәм нағыз кемелдік жүздеріңді шығысқа немесе батысқа қаратуда емес, шынайы ізгілік һәм нағыз кемелдік Аллаға, ақырет күніне, періштелерге, иләһи кітапқа және пайғамбарларға сенген жандардың, сондай-ақ адал жолмен тапқан мал-мүлкінен оны қанша жерден жақсы көрсе де, Алла разылығы үшін жақын туыстарына, жетімдерге, міскіндерге, елінен жырақта жүрген яки жолда қалған ғаріп жолаушыға, тарыққаннан қарыз немесе қайыр садақа сұрағандарға және азаттыққа қауышқысы келген құлдар мен тұтқандарға берген, намазды кемеліне жеткізіп үзбей әрі уақытылы оқыған, зекетті толық берген, уәделескенде уәдеде тұратын, сондай-ақ таршылық көргенде, дертке шалдыққанда, әрі соққы жағдайында шариғат жүктеген міндеттерді мейлінше толық орындауға тырысып, сабырлық һәм табандылық танытқан жандардың ісі. Туралықтан айнымай, сөздерінде, істерінде, құлшылықтарында һәм сенімдерінде шынайылық танытқан жандар міне солар. Олар Аллаға тиісінше тағзым етіп, һәм күнә атаулыдан барынша сақтанатын нағыз тақуалар. Уайымайын келтіргендер, кісі өлтіру мәселесінде сендерге қысас кек, яғни қанға қан ұстанымы парыз етілді. Азат адамға азат адам, құл құлға құл және әйелге әйел. Ал кімде-кім бауыры, яғни өлгеннің мұрагерлері кешірім берсе, кінәлі жақ өлген адамның құнын жақындардың көңілінен шығатындай етіп кешіктірмей әрі толық төлесін. Міне бұл Раббылардың тарапынан жасалған жеңілдік һәм мейірім. Ал енді кімде-кім осыдан кейін бұл үкімдерге бағынбай, қастандық жасайтын болса, ол үшін жан төзгісіз азап бар. Уа ақыл иелері, сендер үшін қысаста өмір бар, яғни біреуді нақақтан нақақ өлтіретін болса, қысас үкімі бойынша өзін өміріне де қауіп төнетінін білгендіктен мұндай қылмысқа бармауға тырысады. Сөйтіп ешкім жөн жосықсыз нақақтан нақақ өлтірмейтін болады. Ендеше мұны түйсіну һәм Алланың бұйрықтарын бұлжытпай орындау арқылы тақуалық аясында өмір сүріп, жеке тұлғалар һәм қоғам болып Алланы қорған тұта аласыңдар. Араларынан қайсы біріне болмасын, ажалдың төнгені белгілі болып, артына біраз мал дүние қалдырып бара жатса, ондай жағдайда мал дүниені шариғат талаптарына сай, ата-ана мен ет жақын туыстарға өсиет етіп қалдыру сендерге парыз етілді. Мал дүниені өсиет етіп қалдыру һәм сол өсиетті бұлжытпай орындау тақуалық аясында өмір сүретін шын мүміндердің борышы. Кімде-кім өсиетті естігеннен кейін оны өзгертіп, тиісінше орындамайтын болса, оның күнәсі сол өсиетті өзгерткендердің мойнында болады. Шүбәсіз Алла самих, бәрін естуші, әлем, бәрін білетін шексіз ілім иесі. Ал кімде-кім өсиет айтып, мұра қалдырушының заңды мұрагерлерін былай қалдырып, дүниесінің бір бөлігін бөтен біреулерге мұра етіп қалдыруы сынды, біліп тұрып және немесе білмей әділдіктен ауытқып кетуіне алаңдап, екі жақтың, яғни мұра қалдырушы мен заңды мұрагерлердің арасын жарастыру үшін өсиетке әділ түрде өзгеріс енгізетін болса, күнәға батпайды. Шүбәсіз Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре, аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар.